Рамазан айының 5-ші күнінде сүйікті пайғамбарымыздың жақсы көрген гүлі роза пішініндегі булочка дайындадым. Менімен бірге соңына дейін болып жасап көріңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ыдысымызға жылы су, сүт және қант пен дрожж қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да араластырамыз. Кейін сұйық майымызды қосамыз. Ең соңынан ұнымызды шетінен қосып отырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығуы қажет. Кейін бетін жауып, көтерілуге қалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны жақсылап қайырып аламыз. Тағы да бетін жауып, екінші рет көтерілгенін күтеміз. Екінші рет көтерілген кезде біздің қамырымыз уже дайын. Осындай алақанымыздың көмегімен кішкентай шариктарды жасап аламыз. Кейін оның бетін осындай целлофановый пакетпен жауып, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Қолымызды кішкене майлап алып, булочкамыздың формасына кірісеміз. Осылай ұзындау етіп қамырымызды созып аламыз. Кейін осындай таяқшаның көмегімен жартысынан көбірек бөлігін жайып шығамыз. Бұл жерде мен сушидің таяқшасын пайдаландым. Таяқшаның көмегімен осылайынан жұқалау етіп жайып аламыз. Кейін пышақпен қақ ортасынан бөлеміз. Және ортасына джем немесе варенье жақсаңыздар болады. Кейін бір-біріне айқастырып отырып, осылайынан өріп шығамыз. Және осы өрілген жерді домалатып ораймыз. Басында осылай орасақ, кейін уже тұрғызып қойып, шет-шетін көтеріп отырып орап шығамыз. Бізде уже гүлдің формасына ұқсап келе жатыр. Кейін таяқшамызды алып, қалған бөлігін басып, осылайынан жасап шығамыз. Бұдан кейін 2 таяқшамен 2 шетінен қысамыз. Енді гүлімізге орап шығамыз. Мінекей біздің формамыз дайын. Екінші рет тағы да көрсетіп шығайын.
кейін бір жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосамыз да осы булочкамыздың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Бір жеріне тимей қалмаған жері болмау керек. Барлық жеріне жақсылап жағып аламыз. Себебі қалып кетсе, жағылмаған жері піскен кезде әдемі болып көрінбей қалады. Және сәндік үшін бетіне мак сепсеңіздер болады. 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Мен тағы да екінші формада булочка жасадым. Ол өте қарапайым. Шарик күйінде рисіміздің үстіне орналастырып көтерілгенін күтеміз. Және бетіне осындай крошки дайындадым. Бұл крошки қант, ұн және бөлме температурасындағы еріген май үшеуін араластырып аламыз. Булочкамыздың бетіне жұмыртқаны жағып, крошкемізді орналастырамыз. Және 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Булочкалар дайын болды. Екі булочка да маған қатты ұнады. Роза булочкасы формасын ұстап әдемі болып шықты. Сіздер де отбасыларыңызға ерекше әдемі әрі дәмді булочканы дайындап қуантыңыздар. Және міндетті түрде менің арнама тіркеліп, осы видеома лайк басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.